Өмірде мынадай адамдар қызғаныш көзімен қарайды. Олар сізден артта қалып қойған адамдар, өзі алға жылжи алмай жүрген адам, өзгенің жетістігін көргенде іштей қызғана бастайды. Өзіне сенімсіз адамдар, өзін бағаламайтын жан басқа біреудің жетістігін өз кемшілігімен салыстырады. Сіздің өзгергеніңізді қабылдай алмайтындар. Кеше ғана қарапайым болған адамның бүгін жетістікке жеткенін кейбіреулер көре алмайды. Әрдайым салыстырып жүретін адамдар. Олар өз өміріне емес, өзгенің өміріне қарап өмір сүреді. Сіздің табысыңызға сенбейтін адамдар. Жетістікке еңбектің арқасында жеткеніңізді мойындағысы келмейді. Өзі әрекет етпейтін адамдар, арманын орындауға қадам жасамайтындар, әрекет етіп жатқан адамды қызғанады. Жақын ортадағы кейбір адамдар. Кейде қызғаныш бөтеннен емес, ең жақын таныстардан байқалады. Қызғаныш сіздің жаман екеніңізді емес, кей адамдардың өз өміріне көңілі толмайтынын көрсетеді. Сондықтан әркімнің пікіріне алаңдамай, өз жолыңызбен жүріңіз. Нағыз жетістік өзгелерді жеңу емес, кешегі өзіңізден жақсы болу. Қызғаныш адам баласының жүрегіне байқатпай кіретін ең қауіпті сезімдердің бірі. Ол үнсіз келеді, алғашында жай ғана біреудің жетістігіне таңданғандай боласың. Бірақ уақыт өте келе сол таңданыс қызғанышқа айналады. Қызғаныш адамның жан дүниесін іштен жейтін, көрінбейтін дерт секілді. Неге біз кейде біреудің бақытын көргенде қуанудың орнына көңіліміз құлазиды? Неге біреудің жетістігі бізді мазалайды? Себебі адам өз өмірін өзгемен салыстыра бастайды. Біреудің жақсы көлігі бар, біреудің табысы көп, енді біреудің отбасы бақытты. Сырттай қарағанда бәрі мінсіз көрінеді, бірақ біз олардың қандай қиындық көргенін, қандай сынақтан өткенін білмейміз. Қызғаныш ешкімді биікке көтермейді. Керісінше адамның қуатын, тыныштығын, берекесін ұрлайды. Қызғанған сайын адам өз бақытына емес, өзгенің бақытына қарап өмір сүре бастайды. Ал өзгенің өміріне қарап өткен өмір ешқашан бақыт әкелмейді. Өмірде әр адамның өз жолы бар. Біреуге жетістік ерте келеді, біреуге кеш келеді. Біреудің бағы 20 жасында жанса, енді біреудікі 40 жасында жанады. Сондықтан өз өміріңді басқа біреудің тағдырымен салыстырудың қажеті жоқ. Егер біреудің жетістігін көрсең, қызғанба, керісінше шабыт ал. Өйткені біреудің қолынан келген нәрсе сенің де қолыңнан келеді. Қызғаныштың орнына еңбек ет, реніштің орнына әрекет жаса. Сонда ғана өз арманыңа жақындайсың. Есіңде болсын, қызғаныш өзгенің бақытына күйіну, ал дана адам өзгенің бақытына қуана біледі. Себебі біреудің нұры сенің нұрыңды өшірмейді, біреудің жетістігі сенің жолыңды жаппайды. Әр адамның несібесі, бағы мен бақыты өзіне жазылған. Сондықтан жүрегіңді қызғаныштан тазарт. Өзгенің өміріне емес, өз өміріңе қара. Кеше кім болғаның маңызды емес, бүгін кім болып жатқаның маңызды. Ал ертең кім болатының бүгінгі әрекетіңе байланысты. Қызғаныш адамды әлсіретеді, ал ниеттің тазалығы адамды биіктетеді.